Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бірінші тарауымыз көне түркі жазбалары және қазақ жазулары деп аталады. Сабақтың тақырыбы көне түркі жазбалар баға жетпес құнды байлық деп аталады. Назар аударайық. Түркі бектері мен халқы мұны естіңдер. Қандай сөздерім бар болса, соларды мәңгі тасқа жаздым. Оларды көріңдер, ұғыңдар деп күлтегін тасқа қашап жазып кеткен. Биіктен көк тәңірі баспаса, төменде жер айырылмаса, түркі халқы ел жұртыңды кім қорлайды? Сібірде айдауда жүрген швед офицері Табберт Страленберг өз тапқан құлпытастардағы түсініксіз жазуларды руна деп атаған. Руна Скандинавия халықтары тілінде сыры ашылмаған дегенді білдіреді. Тіл білімінде көне түркі жазба ескерткіштеріне қатысты руна жазуы деген атау осылай пайда болды. Бір 1893 жылы қарашаның 25-інде дат ғалымы Вильгельм Томсон көне ескерткіштердегі жазудың түркі халықтарынікі екенін дәлелдеді. Көп ғалым құпиясын аша алмаған жазудан Томсон алғаш болып тәңірі және түрк сөздерін оқыды. Күлтегін жырын тыңдаңыз. Күлтегін азманағын мініп шабуылға ұмтылды. 6 ерін шанышты. Шабуылда 7 ерін қылыштады. Ақтанберді жырауға құлақ салыңыз. Жауға шаптым ту байлап, шепті бұздым айғайлап. Өлім деген ойда жоқ, жалынды жүрек қан қайнап. Ерлер жұртын қорғайды, өлімге жүрміз бас байлап. Тамаша бейне көрініс балалар. Жетекші сұрақтарға жауап берейік. Көне түркі жазулары қай кезеңде пайда болды? Және 6-шы беттегі мәтінді түсініп оқып, төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер. Дескриптор мәтін мазмұны бойынша ақпаратты анықтайды, берілген сұрақтарға жауап береді. Ал іске сәт балалар, жұмысты жасайық. Бас әріппен жазылатын күрделі атаулар ережесі 7-ші бетте тұр. Жақсылап оқып естеріңе сақтап алыңдар. Адамның аты, әкесінің аты, фамилиясы, сондай-ақ лақап аттары бас әріппен жазылады. Мысалы, Абай Құнанбаев. Кісі аттарының алдынан, ең соңынан адамның белгілі бір қасиетін, кемістік, жетістік, тағы басқа көрсететін сын есімдер, тұрақты эпитеттер қосылып, жалқы есімге айналады. Мысалы, ер төстік, қыз жібек бас әріппен жазылады. 3-ші, жер, су, мемлекет, облыс, өлке, аудан, тағы да басқа бас әріппен жазылады. Егер ол күрделі сөзден жасалса, әр сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Ресей мемлекеті. 4-ші, жеке мемлекет ретіндегі республика, мемлекет одақтарының, графикалық аймақтардың, халықаралық ұйымдардың атауларының әрбір сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Қазақстан Республикасы. 5-ші, қысқарған күрделі атаулардың әр сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, ТМД, тәуелсіз мемлекеттер достығы, тағы басқа. Ережені естеріңе сақтап алыңдар. Бас әріппен жазылатын күрделі атаулар. Енді осы кестені толтырамыз. Бұл 8-ші бетте балалар. Тарихи тұлғалар, кісі аттары, жер, су аттары, республика, мемлекет одақтары, географиялық атаулар, қысқарған күрделі атаулар. Толтырып шығыңдар.
Сабақтан кейінгі әсерім. Нені сезіндім, нені білдім, қандай пайда болды, не үйрендім. Кері байланыстарыңды жаза қойыңдар. Үйге тапсырма 7. 9 бет. 2 тапсырманың бірін орындайсыңдар. Назарларыңа рахмет. Келесі кездескенше